Маусым 2017 жыл біздер Жаңақала ауданы Жаңақазан ауылы маңындағы ескі Ноғай зираты қауымындамыз. Бұл жерді Алматыдан келген ғалымдар арнайы келіп бас тіреп, осы араб әліпбиінен аударып шықты. Бірақ та бұл жұмыстың дейін Мұратбек Жақатов аударған болатын. Соны қағаздан қарап еді, дейін жасалғандығын, атқарылғандығын көзімен көріп қуанып, олар бірлі-жарымды ғана құлпытастардың араб тіліндегі, шағатай тіліндегілерін аударылмай қалғандарын өздеріне қағазға түсіріп аударып алды. Мінекей мына жердегі негізгісі Ноғай зираты дейді. Осы жерде 100-дің үстінде 130-140-тай құлпытас түгелдей аударылып, нөмірленіп, біздің жаңағы толық зерттеуімізге мүмкіншілік жасалынды. Бұл жерде көптеген құлпытастар табылып отыр. Бұл құлпытастардың барлығы Ноғай қорымы деп аталғандықтан, кейбіреулері татарлар, ноғайлар, қазақтың жаңағы Алаша, Адай руларының да қазақтардан жерленген Ноғай қорымы аталғанмен. Бұл қорымда тастар таптыйнақтай жинақы бір кешен болып, басы мен аяқы жинақы тұрған қорым екен. Және бұндағы тастардың бір шамамен 148 тас әзірше табылып отыр. Дегенмен де әлі де қарастыратын жай жағдайлары бар. Тастардың жазылу ерекшелігіне келсек, бұндағы араб жазуымен жазылған барлығы. Оның үстінде көбіне сауаттылығы көрініп тұр. Араб тілін де жетік меңгерген, және діни аяттың, Құраннан келетін аяттарды, одан басқа мәрсие деп атайды. Шығыс ақындарының өлеңдерінен осындай о дүниеге аттанған адамдар жайында айтылатын, тәубаға келтіретін өлеңдер жолдары да бар. Әсіресе бұның ішінде бір мәрсие кездесіп отыр. Көптеген қорымдарда ондай табылып жатқан жоқ. Бұны әлі анықтап, ашып оқуға тура келіп отыр. Одан басқа таза араб тілінде түгел жылы да, күні де, айы да, жаңағы офат болған кезі барлығы араб тілінде жазылғанда, сауатты жазылған тастар. Одан кейін бұндағы бір ерекшелік Қазан шаһарында туғандығы айтылып өтеді. Сонымен қатар көбіне жайық туағбасы дейді. Бұл жерде жайықта туған адамдар, яғни бұл жерде бұрын жайық елді мекеннің азаматтары ретінде қарағандығы осы тастар арқылы байқауға болады. Онан басқа әл-жайқи деп айтылатын кісі аттары кездеседі, лақап аттары, яғни осы жайық өңірінің адамдарына арналған. Қазан шаһарының, жайық шаһарының жаңағы азаматтарына арналған. Сондықтан бұнда жаңағы қазақтар мен ноғайлар, татарлар аралас жерленген қорым деп санауға болады. Маңызы өте зор, әлі де зерттеу нысанына алып, ғылыми айналымға енгізу өте қажет деп есептейміз.